жаңа атажұрт картасы енгізілетін болады. Бұл атажұрт картасы 10 жылға берілетін болады. Біз бірде Көлін қаласындамыз. Бүгін құрылтайдың бірінші күні. 10 тақымдай группа келді. Қазақстаннан екеу келді. Бірі Алматы, бірі Астана. Нағыз ұлттық киімді көрсетеміз. Келіңіздер, көріңіздер. Саламатсыз ба? Біз бүгін Еуропалық қазақтардың жыл сайын өтетін құрылтайына келдік. Осы жылы ол Көлін қаласында, Германияда өтіп жатыр. Бүгін құрылтайдың екінші күні. Бағдарлама бойынша бүгін футбол матчтары өту керек, ұлттық киімдер ярмаркасы өту керек, және де балдарға арналған марафон өтіледі. Біз бүгін құрылтайға бірінші рет келіп отырмыз. Қалай болатынын сізге көрсетеміз, сізбен бөлісеміз. Видеоны соңына дейін қараңыз, қызықты болады. Осы жерде тамақ пен сусындар сатылып жатыр. Қараңдар, мұнда осындай керемет кухондар бар, кекстер істелінген. Әрбірдің өзінің бағасы бар. Көрсеңіздер болады, бәрі арзан, 1 евродан сатылып жатыр. Құрылтай Еуропалық қазақтар қауымдастықтарының және Қазақстан Республикасының қолдауының арқасында өтіп жатыр. Бәрі адамдар жиналып әзірленіп жатыр. Футбол командалары келіп жатыр. Бірінші қарағанда біздің футболымыз басталып кетті. Бірнеше ойында болды енді. Дания мен Польша бірінші ойынын біз алдық. Енді екінші ойынымыз 11:30-да болады осы жерде. Бір 10 тақымдай группа келді. Қазақстаннан екеу келді. Бірі Алматы, бірі Астана. Көлін қазақ мәдени орталығы 2 не шығарып отыр, футбол команда шығарып отыр. Париждан 2 шығарып отыр. Сонымен неше болды? 6, бізменен 7, Польша 8, және бір 4 команда бар ең азында. Толық тізім қазір қасымда жоқ. Бір 10 команда бар ең азында. Жиналып ойнап жатырмыз футболды. Енді қазақ мына бәрі жерде қазақ бар, бәріміз бір-бірімізді танымаймыз былайынша қарағанда, бірақ көп келгеннен кейін біз былайынша сыртынан танимыз. Әрине қазақ Еуропаның әр жерінде. Мына азаматтар мысалға Германияда бір ауылда тұрады, бірінші рет есітіпті құрылтай бар екен. Бірінші есітіп, мына қазақ құрылтайына келіп қатысып отыр. Біз айтады, біз таңғалатын едік дейді, біз қырғыздардың құрылтайына қатысып жүретін едік дейді. Менің аты жөнім Абзал Сапарбекұлы, Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігіне қарасты отандастар қоры қоғамның басшысы боламын. Бүгін Еуропаның төрінде, Германияның Көлін қаласында кезекті Еуропа қазақтарының кездесу құрылтайын өткізіп отырмыз. Бұл кездесуге Еуропаның 15-ке жуық елінен 20 қазақ ұйымы қатысып отыр. Кеше осы қазақ ұйымдарының жетекшілері және белсенділермен келелі басқосу өтті. Бұл басқосуда жалпы Еуропада қазақтарының алдағы жұмыс жоспарлары, негізгі түйткіл мәселелер, Қазақстанмен байланысты дамыту, отандастар қорынан қандай ортақ жобалар жүргізуге болады, осы мәселелер талқыланды. Жалпы қазақты бүгінгі күнде алаңдатып отырған ана тілі, Қазақстан мен диаспораның арасындағы ортақ жобаларды жүйелі жолға қою сияқты өзекті маңызды мәселелерде талқыланды. Өздеріңіз білесіздер, биылғы қабылданған көші-қон жаңа концепциясына сәйкес сырттағы тұрған этникалық қазақтарға жаңа атажұрт картасы енгізілетін болады. Бұл атажұрт картасы 10 жылға берілетін болады. Бұның ішінде Қазақстанға сұранысқа 50-ге жуық мамандық иегерлері бірінші кезекте беріледі. Және мына шетелдегі қазақ ұйымның басшылары, белсенділері, зиялы қауым өкілдері сияқты осы тұлғаларға бірінші кезекте жаңағы атажұрт картасы беріледі. Бұл жалпы Қазақстанға емін-еркін келіп кетуге, бизнес ашуға, жұмыс істеуге, тұрғылықты тұруға, оқуға, білім алуға осындай мүмкіндіктер береді. Сондықтан Германиядағы биыл өтіп отқан осы кездесу құрылтайымыз құтты болсын дегім келеді.
Көрейік осы жақта не болып жатыр. Мында нан илеп жатыр, бауырсақ істеп жатыр. Жақынырақ барып көрейік не болып жатқанын. Саламатсыз ба? Жақсымыз. Өздеріңіз? Аумин сізге де. Не істеп жатырсыздар? Шелпек? О, керемет, қараңдар. Шелпек істеп жатыр. Иә. Шелпек те бауырсақ кішкене? Иә. Қай жақтан келдіңіздер? Осы жерден. Осы жерден. Керемет. Түркиядан келдік. Түркиядан келдіңіз, иә? Сіздер? Біз Қазақстаннан, мен өзім Ақтаудан. Қазақстаннан, аха. Бірақ жоқ, қазір Германияда тұрып жатырық. Аха. Көрсетейік шелпектер. Қараңдар. Biraz daha Birazcık. Evet. Ama iniyor kalkıyor ama. Kazan var. Aha, mında may kızdırılıp жатыр. Қазір шелпектерді лақтырып. Аха. Sen bu çatalı al istersen bas. Керемет. Ben yapacağım. Niye bastıracağım? Кішкене басқаша істелінеді, иә? Bastırmayı ben yapıyorum burada. Осы жақта да көреміз. Саламатсыз ба? Çay. Шай дайындап жатыр. Қайнамай жатыр. Kaynasa çay. Иә. Қазақ шай ішпесе бас ауырады, иә? Çayımız hazır болады. Аға, керемет. Қуырдақ. Nalın arasına sargazı veremiz. Аха. Бұл қандай еттен жасалынады? Қандай еттен жасалынып жатыр? Et mi? Аха, қандай ет? Kozun eti. Қозының еті. Керемет. Не қостыңыз арасына? Oy bundan bize Hollanda'dan olsun var. Жасап. Аха. Осы жерде жас қыздар да бір нәрсе тамақ дайындап жатыр. Сұрастырып көрейік. Саламатсыз ба? Қалдарыңыз қалай? Барлық тағамды Көліндегі қазақ әйелдері қауымдастығы дайындады. Ерікті негізінде құрылтайды өткізуге үлкен үлес қосты. Қазақстаннан бізге қонақтар келіп жатыр, дизайнерлар. Содан біз кішкентай бір сұхбат алайын дегенбіз. Өз туралы айтып береді, қай жерден келгенін, не істеп жатқанын. Ассалауматсыздар ма? Бүгінгі құрылтай күн мейрам құтты болсын. Біз енді Қазақстаннан келіп отырмыз. Әйелдердің альянс. Сондықтан біздермен бірге келген делегаттардың арасында үлкен атақты дизайнерлар Аида Кауминова, Динара Сәтжан, Домода Елдана, сосын Калиев Айдархан, сол кісілердің заттарына келдік. Енді Алла жазса ертең коллекцияларымызды көрсетеміз. Еліміз аман болсын, қазақтарымыз аман болсын, біздің еліміз көркейе берсін деп ойлаймыз. Қазақстандық дизайнерлердің киімдерін алып келіп, ұлттық киімдерді соны насихаттау, біздің жастарға көрсету үшін келіп отырмыз. Сондықтан осындай мерекелер бізде көп болсын, құрылтайымыз жасай берсін, қазақтарымыз жасай берсін. Аумин, рахмет, үлкен рахмет сізге. Осы құрылтайға келгеніміз біз сол Астанадан келдік, профессионалды модельдер болып, ертең мекемеге шығамыз. Нағыз ұлттық киімді көрсетеміз. Келіңіздер, көріңіздер. Мен Хамзина Роза, солтүстік Қазақстан облысы, туған жерім Шалақын ауданы, Жаңажол ауылы. Әжеміздің аты Қанапия. Сол кісі өсірген, енді біз сол құтияқтан тараған 10 баламыз. 6 ұл, 4 қыз. Сәлем, мен Бәлиннен келдім. Бәлинден қазақтардың башқаны болам, бастығы. Мынау менің жолдасым Өзгежан. Қызым Арай. Құрылтайымыз құтты болсын. Кездесіп осылай басымызды қоса берейік. Бұйыртса. Сау бол. Барлық тағамдар біз үшін таныс ұлттық қазақ тағамдарынан ерекшеленді. Бауырсақ пен шелпектерімізді, сонымен қатар ыстық тағамдардың барлығын осы сүйкімді әжелеріміз дайындады. Біз бірде Көлін қаласындамыз. Бүгін құрылтайдың бірінші күні.
Bärimizge hayırlı bolsun. El yurtumuzga bärinin. Benim adım Rahima. Rahime Cengiz Hanım'ın yani daha doğrusu. Özümüz vakıf olamız münagisi de. Al yeniden. Ben sana ne aytayım? Öncede bütün Kazak turistlerin bärini köp selam aytыңызlar. Selam aytыңызlar. Selam aytыңызlar köp. Bärimizden. Her türlü isteydi koy. Her türlü isteydi. Biz endi bu jerde bu ukon buna satатын bolgosan yani. Söйтүп жатырмыз ғой балам. Evimizde bärinde sıramız. Осы жерде көрсеңіздер болады, іске басар кішкентай бұрыш бар. Осы жерде шай құйып жатыр. Мында бауырсақтың түрлері бар. Осы жерде киім-кешек сатып жатыр, ұлттық, көрсеңіздер болады. Қараңдар қандай керемет. Бәрі қолдан жасалған. Қараңдар, ұлттық тақиялар, киізден жасалған, иә? Теріден жасалған. Ажақта қара бұйымдар, сондай сема шекілігінен. Мінеке осы жерде Сания өзінің киімдерін әкелді құрылтайға. Қазір өзі айтып береді, қалай оны киімдерін дайындайды, неден басталды бәрі, Германияға қашан көшіп келдің, қалай болып жатыр бәрі саған? Айтып берсең соны. Германияда уже 18 жылдай тұрып жатырмын. Сосын очень долго у мода-дизайнера работала, но мне больше откликается наша казахская, да, национальная тематика. И потом просто начала потихоньку начала шить, потом мельдовалась в Зельфштендих и полностью теперь сама как бы шью полностью одежду на заказ. Армысыздар, құрметті бауырлар. Біз Қазақстаннан жалынды сәлеммен келдік. Мағжан Жұмабаевтың туған елінен келдік. Енді осы жердегі бауырларымызды көргенге өте қуаныштымыз. Біз Қазақстаннан Сенмен Болашақ Республикалық ата-аналар қоғамдық бірлестігінің атынан келіп отырмыз. Өте қуаныштымыз осы жердегі бауырларымызды көргенімізге. Енді осы тарыдай шашылған әр қазақ өзінің отанын, тілін, мәдениетін, салт дәстүрін ұмытпаса деген тілек. Қай жерде жүрсек те бар қазағым, бір қазағым аман болсын. Құрметті қандас бауырлар, бүгін мінеке Еуропа елдеріндегі қазақ құрылтайының үлкен дүбірлі тойымен жалғасын тауып отыр. Осы дүбірлі тойға бүкіл қазақтың мерейін көтеретін бүгінгі шараға арнайы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан келіп, президентіміздің, мемлекет басшымыздың өздеріңізге жолдаған ыстық ықыласымен дұғай сәлемін жеткізуге рұқсат етіңіздер. Құрметті қандастар, құрметті отандастар, ардақты ағайын, құрметті қазақ елі, барлықтарыңызды Еуропаның төрінде, Германияның Кёльн қаласында өтіп жатқан дәстүрлі Еуропа қазақтарының құрылтайына қош келдіңіздер, құтты болсын дегім келеді. Кеше Еуропаның 10-15 мемлекетінен 20 ұйымның бас қосқан келелі отырысы өтті. Сондай-ақ алғаш рет Еуропа қазақ жастарының ең белсенді деген 50 жастарының бас қосу өтті. Бүгінгі осы құрылтайға келіп отқан қонақтармен таныстырып өткім келеді. Бұл құрылтайға Қазақстан мемлекеті, оның ішінде Қазақстан Республикасының жанындағы отандастар қор ретінде жоғары деңгейде өткізу үшін бар күш-жігерімізді салдық. Әрине, бұл құрылтайдың өтуіне жаңағыдай айтқанымдай, Еуропада барлық
қазақ ұйымдарының басшылары атсалысты. Оның ішінде Садия Сүрер ханымның міне 3 ай болды осыған дайындалып жатқанына. Бұл құрылтайға жалпы Қазақстаннан 150 адам келіп отыр. Олардың ішінде Қазақстаннан 2 арнайы футбол командасы келіп отыр. Олардың басында Дархан Қайназаров, мұнай-газ компаниясының бас директоры, Талапбек Тынысбекұлы, Бек Кезет компаниясының басшысы бастаған футбол командасы келіп отыр. Сонымен қатар осы құрылтайға Қазақстан ұлттық спорт федерацияның басшылығы да қолдау көрсетіп, өздерінің өкілдерін жіберіп отыр. Оның ішінде асық ату федерациясы мен тоғызқұмалақ федерациясының арнайы өкілдері келіп тұр. Сабыржан Жомарт және Шотаев мақсатты таныстырып өткім келеді. Қазақтың ынтымағы бірлігі мәңгілік болсын, мығым болсын. Барлықтарыңызға Еуропа қазақтарының Көлн қаласындағы құрылтайы құтты болсын. Қазақта мынандай сөз бар. Әрбір бастамада жолға шығарда асығың алшысынан түссін жолың болсын деген. Сондықтан мынау арқасында жолдарыңыз болсын. Осы мынау бастамамызды мінекей бас қосып жатырмыз. Ұлттық спортты дәріптеп жатырмыз. Бабалардан мирас болған мұраларды ұлықтап жатырмыз. Өз үлесімізді қосып, кейінгі ұрпаққа аманат етуге атсалысып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Рұқсат етіңіздер төс белгі тағуға. Алтын Сақа егер атандыңыз, жолыңыз болсын. Әрқашанда асырыңыз altına түсіп, елге қызмет істей беріңіз. Осы видео баянды соңына дейін қарағаныңыз үшін көп рахмет сізге. Біздің парақшаға жазылуды ұмытпаңыздар, сізден лайк және комментарий күтеміз. Осымен видео баянның бірінші бөлімі бітті. Тағы да арыға жалғастары болады. Міндетті түрде күтіңіз. Келесі бөлімге дейін достар, сау болыңыздар.